Кітап рухани байлықты сақтап, оны ұрпақтан ұрпаққа жеткізіп отыратын құрал білім мен тәрбие көзі. Ол адам жасаған ең ұлы кереметтердің бірі. Дүниежүзілік кітап және авторлық құқық күніне орай Жұбан Молдағалиев атындағы ғылыми әмбебап кітапхана ұжымы Кітап фест 2019 шарасын өткізді. Жалынды жырдың иесі Жұбан ақынның атын иемденген кітапханада 22 мыңдай оқырман бар. Оның жартысына жуығын жастар құрайды. Фируза Таупен болашақ қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі. Бойжеткен білімін толықтыру үшін руханият үйіне жиі келеді. Әсіресе тарихи оқиғаларға негізделген туындыларды оқығанды жақсы көрем дейді ол. Кітап құмар қыз күніне 1 сағат уақытын осы іске арнайды. Қазір оқып жатқан кітабым ол Турен Әбдіковтің Парасат майданы кітабы. Жалпы кітапты оқыған уақытта ол біріншіден тіліміз көркем сөйлеуге бағыттаймыз, екіншіден осы кітап оқу арқылы біз өмірде болатын әрбір қиындықта өзімізге жігер аламыз, мотивациялық тұрғыдан. Фируза сондай-ақ жастар кітап оқымайды деген қасаң түсінікпен келіспейтінін айтады. Бұл сөзімізге фестиваль аясында ұйымдастырылған буккроссинг шарасы дәлел болғандай. Студенттер өздеріне ұнаған авторлардың шығармаларын пышақ үстінен бөліп әкетті. Өз басым орыс әдебиетіне өте қатты қызығушылығым бар. Мектеп кезінен солай. Мен бүгінгі шарада Михаил Шолохов, Лесков, Джованни Боккаччо сынды авторлардың шығармаларын оқығым келіп кітаптарын алдым. Бос уақытта барынша оқып бітіруге тырысамын. Алда тағы да 3 ай демалыс келе жатыр, сонда бәрін бітіруге тырысамын. Биылғы фестивальдің ерекшелігі көп, өйткені жастар жағы құлшына қатысты. Бірі жыр оқып, көркем сөз шеберлігін паш етсе, қолы епсектілері ұлттық бұйымдар жасап, шараның көрігін қыздырды. Кітапхананың екінші бөлігінде әлем классиктермен қатар қазақ әдебиетінің марқасқалары мұра етіп қалдырған кітаптардың көрмесі жасақталды. Жиналғандар түрлі жанрда жазылған 500 еңбекпен танысуға мүмкіндік алды. Биыл енді жалпы ТМД елдеріндегі кітап жылы, сондықтан да әлем әдебиеттерін насихаттау мақсатында достастық елдердің сол бағытта шығарылған әдебиеттер бар. Биылғы Кітап фест шарасының ерекшелігі біздің Орал қаласындағы Ресей Федерациясының вице-консулы өзінің кітапханаға 148 кітабын сыйға тартты. Сонымен қатар өзіміздің жергілікті авторларымыз және кітапхананың тұрақты оқырмандары кітапханаға кітаптарын сыйлады. Книга является... Бала кезімізде ата-әжелеріміз ертегі оқиды, кейін мектеп табалдырған аттап білім нәрмен сусындаймыз. Оны одан әрмен жоғары оқу орнында толықтырамыз. Яғни кітап барлық білімнің бастауы, сарқылмас қазына, өмірімізге аса қажет рухани азық. Бүгінгідей шараның өтуіне өз үлесімді қосқаныма қуаныштымын. Әрине құр қол келмедім. Орыс әдебиетінің алыптарымен жастар жақынырақ таныссын деген ниетпен бірқатар кітапты елшілік атынан тарту еттім. Игі бастама аясында келушілерге табысты болудың кілті атты психологиялық тренинг ұйымдастырылды. Кітап сүйер қауымның қатарын көбейту бағытындағы жұмыстар әлі де жалғасады. Әр сәрсенбіде кітапхана алдында ертеңгілік оқу залы өтіп, онда газет журналдардың соңғы нөмірлері ұсынылады. Назерке Тоғжан, Ербол Меңдіғалиев, Нұртай Батырғали, Ақжайық арнасы.